Қайырлы күн. Бүгін келем долма жасайтын боламыз. Біз бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен капустаның сердцевинасын кесіп алып тастаймыз да, осы жерін төменге қаратып, қайнаған суға 5 минут қайнатып аламыз. Капуста дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Фаршқа күріш, жуа мен чеснок, көк жуа, помидор, тәтті қызыл бұрыш, томатная паста, соевый соус, тұз, бұрыш, сұйық май қосып бәрін жақсылап бір араластырып аламыз. Дайын болған капустаны араларын ашып, видеодағыдай қатты жерін бөліп алып, капустамызды дайындап қоямыз. Капустаға ұзына бойы салманы салып, әдемілеп орап, оны өзіміздің ыдысымызға жинаймыз. Келем долма жинап болған соң, капуста қайнаған судан 2 кесе құйып, үстіне сұйық май құйып, 190 градус қызып тұрған пешке 40 минутқа пісіреміз. Келем долма дайын болды. Келем долма Әзірбайжан кухнясының мерекелік дастарханында тұратын тағам. Голубцадан айырмашылығы размері кішірек және үнемді болып келеді. Астарыңыз дәмді болсын.